Алтаке сұхбатқа қош келдің. Бүгінгі сұхбатқа сізді шақырғаным осы дүниетанымы бойынша кішкене тақырып қозғайық деп ойлағам. Жалпы өзі Малайзия елінен осы оқып бітіргенше қанша мемлекетке болдыңыз осы жалпы осы жерге келіп тұрғаннан бері қарай қазірге дейін? Қазірге дейін негізі Малайзияға 2021 жылдан бастап келдім. Енді сол кезде бұл енді карантин болып жатты ғой. Сол кезде алғаш келген кезде Қырғызстан арқылы Дубай, одан кейін Малайзия арқылы келдім. Одан кейін бір жылдан кейін қайттым. Қайттан келген кезде сол Катар, одан кейін Дубай. Дубайда бір күн болдым. Енді Катарда көбінде қаланың ішіне кіргізбейді, бірақ аэропорттарында болдым. Қалай екенін аэропорттары? Керемет. Енді Дубайдың аэропортын білесіздер, әлем бойынша жаңағы Түркиядан кейінгі ең үлкен аэропорттың бірі ғой. Одан кейін Өзбекстанда болдым. Өзбекстанда болды енді. Өзбекстанның ішіне кірдіңіз ба? Өзбекстанда қаладым, кішігірім қала, бірақ дегенмен де жаңағы маған ұнағаны олардың жаңағы қандай жағдайда болсын, мысалы халқы өз тілінде сөйлейді. Өз тілінде? Өз. Қай мемлекеттерде болдыңыз және? Дубайда болдым. Дубайда енді көп уақыт болған жоқпын, бір түн болды, достарым болды, солар күтіп алып, жаңағы аралатып, Дубай молға, жаңағы Бурдж Халифаны барып, фотоға түсіп қайттық. Қалай ұнап жатыр ма? Ағылшын, барлық ағылшынша ғой? Ағылшын тілін қолданады, енді олардың негізгі тілі енді араб тілі, бірақ енді шетелдік ретінде, бірақ ол Дубай енді көп шетелдіктер тұратын қала болғандықтан, жаңағы саудаға, олардың бажысы төмен да, сол үшін жаңағы шетелдіктердің мүмкіндік берген. Тағы қандай жаңалықтар бар бөлісетін өзіңізде? Мәселен жаңағы оқу ағартуын көрдім, сонда бұл жердің халықтары жаңағы енді өз халықтары үкімет органдарында істейді ғой, сонда жергілікті жұмыстарда жаңағы сөз жоқ шетелден ағылып қалған адамдар істейді ғой сөз. Енді бәрі түгелдей енді бай халық бай болмас қой енді. Негізі қара жұмыс істейтін, жаңағы такси айдайтын, болмаса қара жұмыс істейтін еңбектар мен Бангладештіктер екен. Бұларда ағылшыншалар мықты ғой бұлар. Солар мықты болып тұр ғой. Өйткені мен ағылшын тілдері олдай бір керемет болмаса да, енді олардың жаңағы өте еңбекшіл халық екен. Енді Малайзияда өзіңіз көріп жүргенде индиялықтар мен жаңағы бангладештіктер жұмыс істейді, асханада болсын, жаңағы қара жұмыста. Оларда сондай. Мен көбінде такси ұстап отырғанда таксистердің бәрі сол. Бангладештіктер. Бұлар енді жаңағы мені не үшін ағылшынша деп айтты, бұлар енді мен сабақтастарым бар ғой, Индияда, Бангладеште, өзіңіз де бірге оқыдыңыз деген. Ағылшыншылар бәрі тамаша ғой дегенім ғой. Содан кейін бұлар енді жаңағы мәселен қай жерге барса да жаңағы әлемдік тілді білгеннен кейін кішкене мүмкіндіктері басқаларға қарағанда салыстырмалы жоғарырақ па дегенім ғой. Негізі ағылшын тілі жақсы, жаңағы мысалы көбісі көп қолданбай, мысалы сөйлемеген болса да жақсы түсіне алады. Енді Малайзия туралы айтып жүріңізші, енді сонда бір әзірге дейін 4-5 мемлекетте болдыңыз, салыстырып қазақ елімен бірге жұмғада болдыңыз дегендей. Малайзиядағы артықшылықтар қандай? Мәселен қандай адамдар келсе болады деп ойлайсың? Сұхбат басынан бері айтып келе жатырмыз. Өзіңіз білесіз, ЖБ компаниясы арқылы да балаларды қысқы жазғы лагерьге әкелейік деп жатырмыз. Сонда енді сонша мемлекеттермен салыстыра отырып айтсаңыз енді осы не үшін осы Малайзияға баланы әкелу керек? Бұл ағылшын тілді мемлекет болғанда себебінен ба, жоқ тұтыну өресі төмен болғандықтан ба, жоқ осы жақта мәселен өзіміздің және қызмет өтеуіміз қазақша, ағылшынша, ханзуша деген сияқты аэропорттан барып әкетеміз, үрімжіден барып әкетеміз деп айтып жатырмыз. Осы туралы енді мәселен Малайзияның бір артықшылықтары туралы айтып жіберсеңіз, оқу ағартуындағы және сестамасы туралы деген сияқты, тамақ жағынан, ас су жағынан деген сияқты. Сосын жаңағы мемлекеттермен салыстыра отырып айтсаңыз, не үшін Малайзия деген сияқты. Халықтың сұранысы ғой деген. Менің ең маңызды талдаған себебім бұл ағылшын мемлекет. Ағылшын тілінде сөйлейді. Екінші тіл ретінде ағылшын тілі, бірақ жалпылама негізі ағылшын тілі ғой, көп қолданылады. Одан кейін дипломы енді танымал ғой бәріне. Мысалы көбінде мысалы мен оқыған дәшеде бәрісі жаңағы Англиядан білім асырып келген ұстаздар сабақ береді. Содан кейін сол себеп болды ең бірінші талдауыма. Одан кейін мына жерге келгеннен кейін жаңағы бұл жердің тұрмыстық қаражаты қазақстандікімен бірдей екен байқадым. Алматымен бірдей. Менде де Нанжин қаласында оқыдым ғой. Сол Нанжин қаласы енді екінші дәрежелі қала ретінде есептеледі, яғни Аршиян Тыңшы деп қояды. Соның тұрмыстық өресімен осы Куала-Лумпур қаласы негізі ұқсайды. Ұқсаймын екен? Негізі ұқсас. Сол одан кейін бұл мемлекетімен баспалдағы ретінде, бірінші баспалдағым ретінде жаңағы бір жағынан ағылшын тіліне дайын боламын, екінші жағынан жаңағы ағылшындық ортаға
диплом жаңағы ағылшын тіліндегі дипломды алып алуыма мүмкіндік береді. Ертең мен жүрушін оқысам да, мысалы, Американың, Канаданың жүрушін оқысам да, ол кезде жаңа шешу мүмкіндіктері бар. Одан кейін сен ағылшын дәрежелік емтиханын сұрамайды. Өйткені сен ағылшын тілінде жаңағы нені бітірдің. БНК бітіріпсің. Дұрыс. Жақсы. Сосында да және тамақ жағынан енді бұл жақта да қиналмаймыз ғой енді. Иә, ол бұл жақтың тамағы енді. Сол бәрін жеуге келеді және көшенің басынан негізі 99% тамақтар жеуге келеді тамақ қой енді. Иә, сосын да осы жеп арқылы өзіңіздің бас болуыңызда осы балаларға ұйымдастырып отырмыз. Соған да және халықты шақырамыз, айдай бар дегендей. Иә. Келіңіздер бұл жерде жәнегі қысқы жазғы демалыстағы бір айлық курсымыз болса, және оқу жасында балалар деп отырмыз да, жәнегі шаушө дейміз бастауыш, чужун гаужун, яғни осы толық ортадағы балалар келіп, ата-анасымен бірге келіп оқыса да болады. Бұл жерде ата-анасының еріп келуіне болады, жағдай келген кісілер. Енді қалған уақытта ересек кісілер және гаужун дипломы бар кісілер, жас шектеме жоқ, келіп бір айдан бір жылға дейін, тіпті одан да көп, тек қана ағылшын тілін оқып қайтып кетсеңіздер болады. Ал енді БНК жүрушін оқимын десеңіздер, тіптен біз мүмкіндікті әзірлейтін боламыз осы шебер корпусатына. Алтеке, бүгін уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Халыққа жақсы орай жаратып отырсыз. Өзіңіз сияқты қазақ жігіттер көп болсын. Осы бізді қолдап қойыңыздар. Біз жебеміз, бізді сіздер жебеңіздер. Рахмет. Рахмет достар.